Сәлем, каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймыз. Осы каналымда пайдалы ақпараттармен бөлісе отырамын. Соның ішінде лейс, яғни чипсы, оны пайдаланбаңыздар, себебі баланың шашын түсіреді. Адам өзінің нәпсісін тию керек. Босқа ақша құрта бермеңіздер. Оның орнына курага, изюм, сондай пайдалы заттарды беріңіздер. Өрік, мейіз, жаңғақ. Тістері түсіп қалады, бұндай көп жей. Бұл видеоның астына құрамына не кіретінін жазып шығатын боламын. Денсаулықтарыңыз зор болсын, іске сәт. Тағамды тұтынатын кезде тек құрамына қарап пайдаланғандарыңыз жөн. Іске сәт тағы да. Сіздерге тек жақсылық тіледім. Қазір айта кететін болсам, ароматизатор, тұз, осылар бар кіреді.